Бізде Мериде расстройство аутического спектра. Көп витаминдер іштік, көп врачтарға апардық. Дұрыс диагноз қойылмайды, немесе тағы да жалпы өте көп. Жарты жылда 12 нервопатологқа барғаннан кейін қандай дәрігерлерге көрсетпедім. Барлық айтты, нормально, сөйлеп кетеді. Бірақ өз балам болғаннан кейін түсінесің ғой, что-то с ребенком не так. Тексердің барысында расстройство аутического спектра деп қойды. Біз жылдар бойы постоянно витамин ішеміз, басқа компаниялардың. Бірақ ешкім, не врачтар, мысалы, ешкім маған ағзаны тазалау туралы айтпапты. Сон біз ағзаны тазалағаннан кейін бізде Мерейде бірінші тынышталды бала. Одан кейін лецитин іштік, ментал форс іштік. Қазір Мерей толыққанды сөйлеп жүр. То есть өзін қалағанын түсіндіре алады, айта алады, сөйлейді. Әлі де жұмыс көп, бірақ бұл нәтиже көріп витаминдері плюс сабақ, коррекционный центрларда сабақ.